Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз Хабатулланың қабырғаларына тисін. Жемқорлардан тәркіленген қаражат, яғни Қазақстандағы жемқорлардың ақшасына 62 мектеп салынды. Президенттің тапсырмасына сәйкес құрылған жемқорлардан тәркіленген қаражат жинақталатын қор арқылы бүгінде еліміздің бірнеше өңірінде және Астана, Алматы, Шымкент қалаларында 76 мың орынға шақталған 2 ауысымдық 62 мектеп құрылысы қаржыланды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Жалпы қор құрылған өткен жылдың желтоқсан айынан бері оның есепшотына 151,6 миллиард теңге түскен. Қордың қызметі мектептерде қосалқы ғимараттарды және интернаттар салу, сонымен қатар қайта жаңғырту арқылы 3 ауысымдық мектептер мен апатты оқу орындары мәселелерін шешуге және жалпы білім беру мекемелеріндегі орын тапшылығын жоюға бағытталған, дейді арнайы хабарлама мәтінінде. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.